Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Үшар нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп ұлы Абай атамыз айтқандай, барлықтарына білімді, қайратты, жылы жүректі азаматтар мен азаматшалар болуларына шын жүректен тілектеспін. Тапқыр болсам тауып көр әдісімен жұмбақ шешіп көрейік балалар. Жақсы. Жұмбақты шешуі не екен балалар? Жақсы, жұмбақтың шешуі полиция қызметкері екен. Келесі жұмбаққа қарайық балалар. Кім оқиды екен? Жақсы балалар. Жұмбақтың шешуін қарайық, дұрыс-бұрыстығын. Мұғалім екен жұмбақтың шешуі. Келесі жұмбаққа қарайық балалар. Жақсы, жұмбақтың шешуін тексерейік. Тігінші екен, дұрыс. Келесі жұмбақ балалар. Жұмбақтың шешуін тексеріп көрейік балалар. Ұшқыш екен балалар. Келесі балалар. Балалар, біз жұмбақтың шешуі барлығы неге байланысты екен? Мамандықтар екен. Мамандықтың барлығы жақсы деген бөлімді өтеміз. Соның ішінде сөз және оның мағынасы деген тақырыпты бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннен синоним, антоним, амонимді табуды, сөз мағынасын ажыратуды үйренеміз. Бүгінгі сабақта балалар бәйге бағалау арқылы барлықтар бағаланасыңдар, барлық тапсырмаға баға қойылады, балдық жүйе арқылы сол бойынша бағаланамыз. Кім бәйгеге бірінші озып шығады дегендей. Ой қозғау әдісі. Балалар, оқулықтағы Әлидің хатын оқып көрейік. Балалар, бұл хатты оқыған соң қандай түйінге тоқталуға болады? Сөз неден құралады екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Сөз нені білдіреді? Дұрыс. Сөз дегеніміз не? Өте жақсы. Сөз мағынасының қандай түрін білесің? Жақсы. Олай болса балалар, сөз мағынасына қарай үшке бөлінеді екен. Синоним. Синоним дегеніміз мәндес сөздер, мағынасы бір-біріне жоқ сөздер екен. Антоним мағынасы қарама-қарсы сөздер. Амоним дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер екен. Өте жақсы балалар. Арғарай келесі балалар. Қараймыз. Топтық жұмыс асық үйіру әдісі. Балалар, үш қатарға, үш топқа. Бірінші топ синоним, антоним, амоним. Асық үйіру әдісі. Топтық жұмыс жасаймыз. Берілген асықты үйіру арқылы қай асықтың түстері сәйкес келсе, сол асықты ашып, соның астындағы сұрақтарға жауап береміз. Өте жақсы балалар. Енді келесі жаттығу балалар, екінші жаттығу ойлан тап әдісі. Берілген сөздердің мағынасына қарай жіктеу, бұл сөздердің қай мамандыққа қатысты болуы мүмкін. Яғни балалар, біз бүгін мамандықтар туралы өтіп отырмыз. Бірінші мамандығымыз не болды балалар? Педагогтар. Оларға кімдер жатады екен? Ұстаз деп, тәрбиеші. Бұларды не дейміз балалар? Мағынасы бір-біріне жоқ сөздер екен, яғни синоним сөздер екен. Келесі сөздер балалар, антоним сөздер екен, жоғары, төмен, баяу, жылдам. Келесі амоним сөздер дыбысталуы бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер екен. Музыканың кілті, музыка аспабының кілті. Жақсы. Келесі ойлан, жұптас талқыла әдісі үшін жаттығу. Сурет пен тірек сөздерді пайдаланып, 2-3 сөйлем құрастырып, берілген сөздер, сөз мағынасын қай түріне жатады екен? Тағам сөзін балалар, тағам сөзіне мәндес жоқ сөздерді табайықшы балалар. Өте жақсы, керемет. Енді берілген тірек сөздер, сөз мағынасын қайсына жатады екен? Берілген сөздер. Антоним сөздері жатады екен, тәтті, ащы. Енді осыған балалар сөйлем құрап көрейікші.
керемет, өте жақсы. Аспазшы қою тамақ және сұйық тамақ жасады дейді. Өте керемет. Берілген сөздердің барлығына тірек сөздерді пайдаланып, не құрадық балалар? Сөйлем құрадық. Керемет, тамаша. Енді балалар түсіндірме сөздермен жұмыс, яғни бағанадан бері кейбіреулерін аспазшы деп жатсындар, тамақ әзірлейтін адамды не дейді екенбіз? Аспазшы деп жатсындар. Бірақ аспазшы деп айтылмайды екен, аспаз деп айтылады екен. Ол сөзге ас деген түбірі, паз деген жұрнақ екен. Келесі 4-ші жаттығу жұптас бөліс әдісі мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжап көрейікші балалар. Теңізші деп тұр. Енді теңізшіні көз алдымызға елестетейік. Теңізші қандай мамандық екен балалар? Өте қиын екен. Тағы қандай мамандық екен? Ауыр екен, дұрыс айтасыңдар балалар. Теңізші болу үшін қандай ойларында қандай қасиет болу керек? Батылдық, дұрыс балалар. Тағы ержүрек болуымыз керек екен. Мықты, күшті болуымыз керек. Қорықпауымыз керек екен. Өте жақсы, дұрыс айтасыңдар балалар. Теңізші де мамандыққа жатады екен. Олай болса балалар, теңізші туралы бейне роликті көре отырып, берілген мәтінді салыстырып көре осымен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Теңізші мәтінінде енді қандай антоним, синоним, амоним сөздер кездесе ме екен осы сөзде? Қиын деген сөзге қандай сөз кездесіп тұр балалар? Жақсы. Тағы батыл деген сөздің жақсы, батыл, ержүрек дейміз. Бұл синоним сөздер екен. Қиын, күшті, мықты дейміз. Бұл да синоним сөздерге жатады екен. Өте керемет, жақсы. Синоним сөздер дегеніміз не екен балалар сонымен? Мағынасы бір-біріне жоқ сөздер екен. Міне бейнероликті көре отырып, мәтін сәйкес келе ме екен осы бейне жазбаға? Сәйкес келеді екен. Келесі жаттығуға қараймыз, балалар, келесі таптырмаға қараймыз. Мінекей теңізші мәтіні берілген. Теңізші мәтіні кім оқиды екен балалар? Жақсы, керемет оқыды. Енді қарамен жазылған сөз қайсы болып тұр балалар? Қиын. Қиынға енді антоним сөз ойлайықшы. Жақсы. Ыстыққа антоним сөз. Өте тамаша. Қараңғы. Жарық дейміз. Жақсы. Өжет, батыл. Қандай сөз екен балалар? Синоним сөз екен. Өте тамаша балалар. Балалар сергіту жаттығуы. Барымыз бір сергіп қалған болармыз. Орнымызға отырамыз. Дұрыс балалар. Келесі шығармашылық үзіліс. Орнын тап әдісі. Желкенді қайықтарды дұрыс орналастырсаң, теңізшілер ұнататын сөйлемді оқитын боламыз. Кәне кім оқиды? Бірінші қатар қандай сөз шықты? Өте керемет. Екінші топ жақсы. Үшінші топ қалай құрастырған екен? Өте керемет. Теңіз батылдықты ұнатады деген сөйлем шығады екен. Өте керемет. Келесі тарсия әдісі. Балалар, тарсия әдісі деген фигураларды, берілген фигураларды құрастыру арқылы фигура құрастырамыз. Әрі фигурада құрастырылған құрастырғанда сөз мағынасына қарай сөздер шығады. Бірінші топ қандай фигура құрастырдыңдар балалар? Бірінші топ трапеция құрастырды. Трапецияға берілген сөздер қандай сөздер екен балалар? Антоним сөздер екен. Өте тамаша. Келесі дөңгелекке құрастырылған синоним сөздер екен. Шаршыға құрастырылған амоним сөздер екен. Барлықтарын өте керемет құрастырдыңдар. Жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі сабақтың мақсатын кім айтады балалар? Бүгін синоним, антоним, амоним сөздерді ажырату болатындығын барлығымыз ажырата білдік па? Синоним дегеніміз не екен? Кім айтып жүреді? Синоним дегеніміз не екен? Оған мысал келтіріп жүрейік балалар. Жақсы, керемет. Антоним деген сөздер қандай сөздер екен? Мағынасы қарама-қарсы сөздер екен. Оған мысал келтіріп жүрейік балалар. Сөйлем құрастырып жүрейік. Жақсы, керемет. Амоним сөздер дегеніміз қандай сөздер екен? Жақсы, өте тамаша. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты не болды? Жақсы.
синоним, антоним, амоним сөздерді ажырату болатындығын. Жақсы. Көзбен, кәнекей, аяна көзбен не көрдің сен? Жақсы. Көзбен бүгін әртүрлі әдіс тәсілдерді көрдік. Құлақпен не естідің? Нені ажырата білдің бүгін? Синоним, антоним сөздерді. Өздеріңе қандай нәрсені қабылдадыңдар? Нені қабылдадыңдар? Нені үйрендік балалар? Нені білдік? Неден сен шығасып қалдың? Өте керемет.